Қазақстан енді Украинадан дәрі-дәрмек сатып алмайтын болды. Қазақстан Украинадан дәрі-дәрмек жеткізетіндер мен келісімшартты біржақты тәртіпте бұзып жатыр. Бұл туралы денсаулық сақтау министрі Ажар Иният мәлімдеді, деп хабарлайды Спутник Қазақстан тілшісі. Мәжіліс депутаты Зарина Қамасова үкіметке үнемі дәрі қабылдайтын науқастардың қазіргі геосаяси және әлеуметтік-экономикалық жағдайға алаңдап отырғанын жеткізді. Айтуынша, дәрі-дәрмектің кейбір түрлері Украинадан жеткізіліп келген. Осыған байланысты депутат денсаулық сақтау министрінен бұл мәселе қалай шешіліп жатқанын сұрады. Бүгінгі таңда геосаяси жағдай өте күрделі, бірақ біз абырой болғанда барлық препарат пен медициналық бұйымға қажеттілікті өткен жылы конкурс өткізіп, препараттың 94-ін сатып алған едік. Бүгінгі таңда СК фармация қоймалары мен хабтарға барлық препараттың 50% жеткізілді. Пациенттерге қажет препарат маусым айының соңына дейін жетеді, деді министр. Айтуынша, Қазақстан дәрі-дәрмек көлемінің 1,6%-ын немесе 25 түрін Украинадан жеткізіліп келді. Осы жылдың басында Украина жеткізушілер Қазақстанға бұл көлемнің 40-70%-ын жеткізген. Бүгінгі таңда зауыттар жабық. Біз біржақты тәртіппен келісімшартты бұзып жатырмыз және қалған көлемге конкурс өткіземіз. Біз бұл жұмыстарды 1 шілдеге дейін аяқтап, дәрімен қамтамасыз етеміз, деді Иният. Сонымен қатар айтуынша, ведомство дәрі-дәрмектің шекті бағасын индексациялауды қарастырып жатыр. Достар, осымен видеомыз соңына жақындап келе жатыр. Видео ұнаған болса лайк басып арнаға тіркеле кетейік. Келесі кездескенше сау болыңыздар.